Біз бәріміз магнитпіз. Әрқашан өзімізге белгілі бір затты тартып тұрамыз. Өзіміздің энергетикамызға сәйкес затты осылай тартамыз. Ал ештеңе тартпай біз тұра алмаймыз. Бірақ өзімізге энергетикамызға сәйкес келмейтін затты біз тарта алмаймыз. Бұл химиялық, физикалық және биологиялық тұрғыдан дәлелденген. Мен сіздерге бүгін физикалық тұрғыдан, атомдық тұрғыдан түсіндіріп айтатын боламын. Бірақ бұл мәлімет ешқандай жерде қазақша мен көрген жоқпын. Сондықтан сіздер үшін бұл жаңа әрі күшті мәлімет болады деп ойлаймын. Жалпы біздің бүкіл әлем атомдардан тұрады. Біздің денеміз атомдардан тұрады. Атомдардың орналасуы қалай? Ішінде ядроның сыртында нейтрон, протон, электрондардан тұрады. Бірақ мектепте бізде қалай үйретті? Атомның ядросы былай тұратын болса, оның сыртын біздің галактикада ғаламшарлар қалай күнді айналады, солай тұрады деп бізге түсіндірген. Бірақ шын мәнінде кванттық әлемде былай атомның ядросы тұратын болса, оның сыртында протондар, электрондар ақпаратты қабық сияқты болып тұрады. Көзге көрінбейтін қабық сияқты болып. Сол себепті атом 99.9% бос кеңістік. Енді мен бұны атом туралы түсіндірейін. Атомның ядросын біз көп есеге үлкейтейік. Мысалға, кішкентай баланың төсегіндей деңгейге үлкейтейік. Сонда біздің электрондар бір түйір бұршақпен тең болады. Сонда электрондардың пайда болу кеңістігінің көлемі 137 миллион квадрат метрға тең. Енді ойлаңыз, кванттық әлем дегеніміз ешқандай болжап білмейтін, сен қай жерден сол электрон шығатынын білмейсің, қай. Яғни оның территориясы соншалықты үлкен және шексіз. Сол себепті кванттық әлем құбылмалы және болжамсыз. Электрондардың қай жерден қашан пайда болатынын білмейсің. Көбінесе электрондар материя күйінде бола бермейді. Көбінесе олар энергия, ақпарат, толқын күйінде болады. Электрондар бақылау актісі арқылы бақылаушы тарапынан пайда болады. Түсіндірейін. Бақылаушы дегеніміз ол біздің санамыз, разум. Бақылау актісі дегеніміз біз оған жіберген внимание, энергия. Түсінбесең тоқтатып қайта тыңда. Бақылаушы пайда болған кезде жаңағы бағытталған энергия бүкіл потенциалдық энергияны электрондарға айналуға мәжбүрлейді. Яғни жаңағы энергияда белгілі бір локация, форма пайда болды деген сөз. Ал қалай бақылаушы өз назарын алған кезде жаңағы электрондар қайтадан энергияға айналады. Сонда кванттық әлемде біздің разум, яғни сана менен материя бір тұтас. Сол себепті Ньютон әлемі белгілі бір мәнді сипаттаса, кванттық әлем шексіз, болжамсыз. Мысалға, біз көзімізді жұмып медитация жасап бастаған кезде біз назарымызды, фокусымызды энергияға, кеңістікке, ақпаратқа аударамыз. Ньютон әлемін материалдық тұрғыдан оны сезінуге болады, оның белгілі бір орны бар, оның көлемі бар, ұзындығы бар, биіктігі бар, тереңдігі бар. Сондықтан бұл трехмерный измерение, яғни үш өлшемді кеңістік әлемі деп аталынады. Ал кванттық әлем 5 өлшемді измерение, 5 өлшемді кеңістік. Үш өлшемді әлем уақыттан көрі кеңістігі көбірек материяның өлшемі, ал кванттық әлем ол жерде ешқандай материясыз, бос уақыттың кеңістігі. Үш өлшемді кеңістік ол біздің әлемді білдіретін болса, кванттық әлем ол мультиверсум. Ол жерде көптеген түрлі, миллиондаған түрлі реальность бар. Үш өлшемді кеңістіктен 5 өлшемді кеңістікке, яғни кванттық әлемге өту үшін белгілі бір көпірден өту керек. Көпір дегеніміз бұл жарық жылдамдығы. Бірақ біздің әлемде жарық жылдамдығынан асқан тез қозғалатын ешқандай зат жоқ. Яғни оған өту үшін біз өзіміздің личностьтан шығып энергияға айналып өтуіміз керек. Өйткені энергия жарық жылдамдығымен қозғалады. Мысалға, Ньютонның заңы Е тең болады МЦ квадрат. Яғни материя энергияға тікелей байланысты. Яғни медитация жасап бастаған кезде сіз өзіңіздің личностьтан шығып энергияға айналу арқылы, ақпаратқа айналу арқылы ғана сіз кванттық әлемге өте аласыз. Яғни жарық жылдамдығы бұл көпір, табалдырық болып саналады. Жарық жылдамдығынан аз уақытта қозғалатын кез келген затқа белгілі бір уақыт керек. Осылайша четвертое измерение, яғни төртінші кеңістік бұл уақыт болып саналады. Яғни уақыт үшінші кеңістікпенен жаңағы бесінші және басқа да кеңістіктерді байланыстырып тұр. Кванттық әлемге өту туралы физикалық және атомдық тұрғыдан сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бүгіндікке осы. Жазған әрбір комментарияларыңызды оқып отырмын. Мен өте қуаныштымын сіздерге кішкентай болсын пайда әкеле алғаныма. Осындай жақсы комментариялар мені әр қарай осындай видеоларды түсіруге және өз біліммен бөлісуге шабыттандырады. Сондықтан көп сіздерге рахмет. Келесі кездескенше.